кеше осылай бәріміз жиналып Құлсарыдан Теңгезге осылай наурыз болып жатыр деп естідік те, содан бәріміз наурызға бардық. Осылай жолда балдарымды мамамды бәрін салып наурызға барсақ, мына жерде дейтін қазақи киіммен қолына бүркіт ұстаған жігіт тұр екен. Мына жерде ата отыр, қолына тоже бүркіт сияқты, білмеймін мына құсын зат екен. Сосын атаны сұрадым, ата мынау дейтін көзі қайда деп қызықтап сұрап тұрмын да. Сосын фотоға түсу 1000 теңге, үлкен бүркітпен 1500 теңге деді ма деймін. 1000 жарым, 2000 сондай сияқты, очень фотоға түсу, бірақ біздер түспедік. Мына құстың көзі қайда ата деп мына қарап түсіне алмай тұрмын. Атаң дейтін ашулы ма бірдеңе, дұрыс жауап берген жоқ. Жақсы деп кетіп қалдық. Содан ары қарай жүрдік, жаңбыр дейтін төгіп тұр, енді алланың нұры дейтін. Содан осылай жүрдік те, енді Теңгездің іші болғаннан кейін мына жерде кілең рабочийлар көбі, неше түрлі ұлттар, ағылшындар керек па, негрлар керек па. Мына жерде мамам бір негр сүйреп жүр, фотоға түсейік деп, анау дейтін дым түсінбейді, күледі, ыржиып келді бір мезгілде. Сосын дейтін кім, мамам дейтін кімді, Қаракөтен дейтін біздің жиеніміз бар, Нұрәділ деген еркелетіп Қаракөтен деймін. Соны алып фотоға түсіп алдық. Сосын тағы бір киіз үй кірсек, мынандай күшті красота болып жатыр екен. Жаман қызығып кеттім. Енді бағалары дейтін страшно. Астындағы ана столдың өзі 230 мың. Уже мен қалғандардың бағаларын сұрамай ақ қойыңдар, енді күйі жоқ бағалар. Бірақ енді действительно стоит бағаларына. Действительно қолөнер кәдімгі дейтін. Күшті кәдімгі дейтін. Жаман қызығып кеттік. Осылай сөйтіп аяқ астынан наурызды тойлап келдік Теңгезге барып. Мына жерде дейтін оның ар жағында вообще күшті красоталар тұр. Мынау типа андай не сияқты, тайқазан сияқты қылып жасаған да, өте әдемі, маған ұнады. Вообще биыл маған дейтін Атыраудың да Құлсарының да Теңгезінде наурыздары ұнады. Осылай барып қайттық бала шағамызбен. Өте керемет әсер алдық наурыздан.